Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сіздермен қарастыратын тақырып ол Қазақстан Республикасындағы сот төрелігінің конституциялық негіздері. Қазақстан Республикасында сот төрелігін тек сот қана жүзеге асырады. Сот билігі сотта іс жүргізудің азаматтық, қылмыстық және заңмен белгіленген өзге де нысандары арқылы жүзеге асырылады. Заңда көзделген жағдайларда қылмыстық сот ісін жүргізу алқабилердің қатысуымен жүзеге асырады. Заңмен құрылған республиканың жоғарғы соты, республиканың жергілікті және басқа да соттары республиканың соты болып табылады. Республиканың сот жүйесі республика конституциясымен және конституциялық заңмен белгіленеді. Қандай да бір атаумен арнаулы және төтенше соттарды құруға жол берілмейді. Сот билігі Қазақстан Республикасының атынан жүзеге асырылады және өзіне азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауды, республиканың конституциясының заңдарының, өзге де нормативтік құқықтық актілерінің, халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз ету мақсат етіп қояды. Сот билігі республика конституциясының заңдарының, өзге де нормативтік құқықтық актілерінің, халықаралық шарттарының негізінде туындайтын барлық істер мен дауларға қолданылады. Соттар шешімінің үкімдері мен өзге де қаулыларының республиканың бүкіл аумағында міндетті күші болады. Судья сот төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз және конституция мен заңға ғана бағынады. Сот төрелігін іске асыру жөніндегі соттың қызметіне қандай да болсын араласуға жол берілмейді және ол заң бойынша жауапкершілікке әкеп соғады. Нақты істер бойынша судьялар есеп бермейді. Заңды қолданған кезде судья төменгі принциптерді басшылыққа алуға тиіс. Бірінші, адамның кінәлі екендігі заңды күшіне енген соң үкіммен танылғанша ол жасалған қылмысқа кінәлі емес деп есептеледі. Екінші принцип, бір құқық бұзушылық үшін ешкімді де қайтадан қылмыстық немесе әкімшілік жауапқа тартуға болмайды. Үшінші, өзіне заңмен көзделген соттылығын оның келісімінсіз ешкімнің өзгертуге болмайды. Сотта әркім өз сөзін тыңдатуға құқылы. Жауапкершілікті белгілейтін немесе күштейтін азаматтарға жаңа міндеттемелер жүктейтін немесе олардың жағдайын нашарлататын заңдардың кері күші болмайды. Егер құқық бұзушылық жасалғаннан кейін ол үшін жауапкершілік заңмен алынса немесе жеңілдетсе, жаңа заң қолданылады. Келесі принцип, айыпталушы өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес. Келесі принцип, ешкім өзіне өзі, жұбайына, зайыбына және заңмен белгіленген жақын туыстарына қарсы айғақ беруге міндетті емес. Діни қызметшілер өздеріне сеніп сырын ашқандарға қарсы куәгер болуға міндетті емес. Келесі, адамның кінәлі екендігі жөніндегі кез келген күдік айыпталушының пайдасына қарастырылады. Соттар тұрақты судьялардан тұрады. Олардың тәуелсіздігі конституциямен және заңмен қорғалады. Судьяның өкілеттігі тек заңда белгіленген негіздер бойынша ғана
тоқтатылуы мүмкін. Судьяны тұтқынға алуға, күштеп әкелуге, оған сот тәртібімен белгіленетін әкімшілік жазалау шаралардың қолдануға, қылмыстық жасау үстінде ұсталған немесе ауыр қылмыс жасаған реттерді қоспағанда, республика жоғары сот кеңесінің қорытындысына негізделген Қазақстан Республикасы президентінің келісімінсіз, сенаттың келісімінсіз қылмыстық жауапқа тартуға болмайды. Республика соттарының судьяларына қойылатын талаптар конституциялық заңда айқындалады. Судьяның қызметі депутаттық мандатпен оқытушылық, ғылыми немесе өзге шығармашылық қызметтерді қоспағанда, өзге де ақы төленетін жұмысты атқарумен, кәсіпкерлікпен айналысумен, коммерциялық ұйымының басшы органының немесе байқаушы кеңесінің құрамына кірумен сыйыспайды. Соттарды қаржыландыру, судьяларды тұрған үймен қамтамасыз ету республикалық бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі, және ол сот төрелігін толық әрі тәуелсіз жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс. Осымен дәрісімізді аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.